Ассаламу алейкум достар. Біз бүгін Алланың қалауымен бұрғылау мекемесінің құралған жомарт жандар қолдауы себепші бір мұқтаж жанұяға, жалғыз басты ананың жанұясына пәтер сыйламақшымыз. Пәтерді сыйлайтын ол кісі білмейді. Бүгін Алла қаласа жалдап жатқан үйінен алып кетіп, тосын сый сыйлайтын боламыз. Үй құтты болсын. Айналайында бұрғылаудың жомарт жандары игілікті жұмыс жасап игілікті. Осы сізге үй алып, осы шаңырақ сізге сыйлап жатыр. Ал құтты болсын, мына мереке құтты болсын, ниет қабыл болсын. Біріншіден келатқан құрбан айттарын қабыл болсын бәріңізге. Осы бұрғылау ұжымының осымен екінші рет жанұяны өйстіп қуантып жатқандарына мыңда бір алғыс. Осындай тек қуанышқа бөлей берейік. Бұрғылаудың жомарт жандары жиналып, осы екінші баспананы сыйлағалы жатыр мына қарындасымызға. Осы үйді алып, ішіндегі жиһаздарымен, көрпешесімен дегендей бүкіл жиһазымен осы қарындасымызға тапсырғалы жатыр. Мына бөбектеріміз бар, міне, соларға қуанышында шегі жоқ деп ойлаймын. Осы кілтті тапсырғалы тұрмыз. Осы бұрғылау мекемесінің жомарт жандар жиналып, айына 1000 теңге, 2000, 3000 теңгеден жинап, 1070 адам сол жинап, осы екінші баспанаға қол жеткізіп, осы қарындасымызға сыйлағалы тұрмыз. Бұрғылау мекемесінде 2,5 мың адам бар, біздің білуімізше. Соның 1070-і қазір жиналып жатыр. Қалғанында осындай игілікті іс жасауға 1000 теңге, 2000, 3000 теңгеден айына жинап тұруға кеңес береміз. Артта қалып кешегі қиыншылық жолдары, көп түкірсе көл деген Алла көріп қолдады. Бұрғылаудан еріктілер сауапты іс жолдады. Тағы да бір отбасы баспана алып болғаны. Лента кесе сәт келді, құтты болсын баспана. Шаңыраққа береке, құттарысын бақтара. Көбейсіндегі ішінде ұрпақтарын шаттана. Ал шашылған шашулар жұғысты болсын басқаға. Құтты болсын, оң болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Армысыздар, құрметті қазақ елі, құрметті маңғыстаулықтар. Бүгін міне игі, ізгі, жақсы бір амалдың міне куәсі болып атырмыз. Бұрғылау мекемесіндегі ізгі ниеттегі жандардың бірігіп, міне бір ауыздан ай сайын шығаратын Алла жолындағы садақаларының бірігуімен міне екінші баспана сыйланғалы жатыр. Сүйікті пайғамбарымыз айтады, жақсылыққа себепші болған адам сол жақсылықты жасаған адамның сауабындай сауапқа ие болады дейді. Барлық мұсылман бауырларымнан, бұрғылаудағы осы көмектесіп жатқан барлық ағаларымнан Аллах разы болсын. Аллах тағала екі дүниенің бақытын берсін. Барлықтарыңыздың Аллах жәннаттан сыйласын. Аллахым мол сауаптардан жазсын. Рахмет барлықтарыңызға. Бұрғылаудағы ағаларымызға көп рахмет. Бізге осындай керемет үй жылап жатқанына. Бәлелеріңізге Алла сауаптан жазсын. Allah